Түнгі жөтелді қалай басуға болады? Кейде жөтел тек күндіз мазалайды, бірақ кей жағдайда ол түнде де мазалап, ұйықтауға мүмкіндік бермейді. Бұл ағзаны одан сайын әлсіретіп жібереді. Түнгі жөтелді басудың бірнеше қарапайым әдісі бар. Тұмау ауратқан кезде немесе мұрын қуысына инфекция түскен кезде сіз жатқанда шырыш бітелген мұрыннан тамаққа түсуі мүмкін. Сол үшін жөтел күндізге қарағанда түнде ауыр болады. Алайда түнгі жөтелді тудыратын басқа да жағдайлар бар. Демікпе, өкпедегі ауа бөлікшелер тарылады және жабылады. Сондықтан шырыш өте көп жиналады. Демікпемен қиналатын адамдарда құрғақ жөтел байқалуы мүмкін. Себебі олар тыныс алу кезінде ауаны жеткілікті түрде алмайды. Шаң бұл проблеманы ушықтырып жіберуі мүмкін. Аллергияның кейбір түрлері мұрын бітелуіне және түнде жөтелуге әкелуі мүмкін. Қыжыл, асқазан сөлі жоғары көтеріліп, өңештің төменгі бөлігінде жүйке ұштарын тітіркендіруі мүмкін. Бұл жөтел шақырады. Темекі тарту, өкпедегі шырыш жөтел шақырады. Сондай-ақ уыттарды тыныс алу жолдарынан шығару үшін де жөтелуіңіз мүмкін. Жөтелді қалай басуға болады? Ең алдымен қарапайым құралдармен бастаңыз. Ауа ылғалдандырғыш қолданыңыз. Сондай-ақ ыстыртуыш немесе шайнек буымен демалып көріңіз. Қосымша жастық қою арқылы басыңызды сәл көтеріп жатыңыз. Мұрынға тұзды ерітіндісін немесе тұзды суы бар спрей шашыңыз. Бір шай қасық бал жеп жіберіңіз. Жылы шай немесе сорпа ішіңіз. Ұйықтар алдында құрамында ментолы бар мұз кәмпит сорыңыз. Дәріханада оның қанты жоқ түрін алыңыз. Егер бұл әдістер көмектеспесе, міндетті түрде дәрігерге көріну керек. Жөтел қандай да бір аурудың белгісі ғана. Сондықтан дәрігер тек жөтелді емес, аурудың да емдеудің жолын айтады. Ал сізде түнгі жөтел мазалайды ма? Төменге жаза кетіңіздер. Одан қалай арыласыздар? Арнамызда шығатын өзге де видеоларға назар аударыңыздар. Бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.